Салем достар, бүгін біз сіздермен бірге генетика әлеміне тереңірек үңгеліміз. Дәл сол Грегор Мендель ашқан ұлы заңдар туралы сөйлесеміз. Бұл заңдар шын мәнінде біздің кім екенімізді, неліктен осындай екенімізді түсінудің кілті. Ал кеттік пе? Осы сұраққа бір сәт ойланып көріңізші. Неге біз ата-анамызға ұқсаймыз, бірақ сонда да олардан мүлдем өзгешеміз? Бір жағынан сондай таныс, екінші жағынан мүлдем бөрегейміз. Міне, осы бір қызық жұмбақтың жауабын бүгін біз бірге іздеп көреміз. Ал бүгінгі бағдарламамызда не бар дейсіз ғой? Міне, біздің жоспар. Тұқым қуалау жұмбағынан бастап, генетиканың атасы Мендельдің өзіне, оның заңдарына дейін талқылаймыз. Сонында, әрине, оның қалдырған ұлы мұрасына тоқталамыз. Сонымен, біздің баста сұрағымызға қайта оралайық. Неліктен біз жақындарымызға тартсақ та, олардың дәлме-дәл көшірмесін емеспіз? Білесіз бе, бұл сұрақ тек сізбен бізді ғана емес, бүкіл адамзатты мыңдаған жылдар бойы ойландырған. Ал жауабы генетика деген ажайып ғылымда жасырула. Міне, осы ұлы жұмбақтың шешімін тапқан адаммен таныс болыңыздар. Бұл Грегор Мендель. Оны бекерден-бекер генетиканың атасы деп атамайды. Ал енді Мендельдің құпия қаруы қарапайым аспыршақ. Дәл сол, біз білетін аспыршақ. Неге дейсіз ғой? Себебі бұл өсімдік оның зерттеу үшін таптырмас қасиеттерге ие болды. Оның айқын белгілері, тез өсуі, ең бастысы тозаңдануын оңай бақылауға болатыны, оны генетиканың құпиясын ашатын алтын кілтке айналдырды. Енді осы азбұршақтың артықшылықтарына тереңірек үңгіліп көрейікші. Біріншіден, ол өздігінен тозаңдана алады. Бұл дегеніміз, Мендель таза сорттарды оңай ала алды. Екіншіден, оның белгілері өте айқын. Мысалы, тұқымы не сары, не жасыл болады. Орташа түс жоқ. Үшіншіден, тез өседі. Бұл бірнеше ұрпақты аз ғана уақыт ішінде зерттеуге мүмкіндік берді. Міне, осының бәрі Мендельге генетиканың іргетасының қалауға көмектесті. Ал енді, Мендельдің ұлы заңдарына көшпес бұрын, бізге осы ғылымның тілін үйрену керек. Генетиканың өзіндік бір әліппесі бар, сонымен танысып алайық. Ең бірінші ұғым ген. Ген дегеніміз не? Оны ағзамыздағы бір нақты нәрсеге, мысалы шашыңыздың түсіне немесе бойыңыздың ұзындығына жауап беретін кішкентай нұсқалық деп елестетіңіз. Келесі ұғым аллель. Егер генді шаштың түсі деген нұсқаулық десек, онда аллельдер сол түстің қара, сары немесе жирен деген нұсқалары, яғни бір геннің әртүрлі формалары. Генде екі маңызды ұғым – фенотип пен генотип. Фенотип бұл сыртқы көрініс. Мысалы, сіздің көзіңіздің көк болуы. Ал генотип сол көк көзді қалыптастыратын ішкі генетикалық код. Қысқаша айтқанда, фенотип көретініміз, генотип сол көріністің себебі. Ал енді, доминанталы және рецессивді аллельдер. Доминантал аллель бұл топтағы лидер. Егер ол бар болса, соның айтқаны болады. Ал рецессивді аллель ұяңдау. Оның белгісі көріну үшін ол өзі сияқты екінші рецессивді аллельмен жұптасуы керек. Біреу болса, доминант аллель оны басып тастайды. Тамаша. Енді біз генетиканың негізгі терминдерін білеміз. Ендіші ең қызығына көшейік. Мендель ашқан 3 ұлы заңға. Жұмбақтың шешімі осында жатыр. Сонымен, біз бүгін Мендельдің 3 негізгі заңын қарастырамыз. Олар доминанттылық заңы, ажырау заңы және тәуелсіз тұқым қуалау заңы. Ал біріншісінен бастайық. Бары қарапайым ғана тәжірибеден басталды. Елестетіп көріңізші. Мендель бір жақтан таза сары бұршаққа, екінші жақтан таза жасыл бұршақты алып, оларды будандастырады. Дәл осы жерде бірінші заң, яғни доминанттылық заңының құпиясы ашылады. Нәтиже қандай болды дейсіз ғой? Таңғаларлық. Пайда болған ұрпақтың барлығы 100% сары түсті болды. Жасыл түс қайда кетті? Ол жай ғана жоғалып кеткендей болды. Міне осылайша Мендель сары түстің доминантты, ал жасыл түстің рецессивті екенін түсінді. Жақсы, сары түс жеңді. Бірақ жасыл түсше, ол біржола жойылды ма? Жоқ әрине. Міне осы сұрақтың жауабы бізді Мендельдің екінші заңына, яғни ажырауды заңына алып келеді. Мендель тоқтаған жоқ. Ол бірінші ұрпақтағы сары бұршақтарды өзара будандастырды. Сонда не болды дейсіз бе? Ғажайып! Сол жоғалып кеткен жасыл түс қайтадан пайда болды. Бұл дегеніміз жасыл белге ешқайда кетпеген, тек уақытша жасырынып қалған. Ұрпаққа берілерде аллельдер бір-бірінен ажырап, қайтадан қосылады екен. Ең қызығы бұл кездейсоқ болған жоқ. Екінші ұрпақта әрқашан белгілі бір қатынас сақталды. Шамамен әрбір 4 бұршақтың 3-і сары, ал 1-і жасыл.
Міне, осы атаулы 3-1 қатынасы ажырау заңының математикалық дәлелі. Ал енді үшінші заңға келдік. Тәуелсіз тұқым қуалауы. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз әртүрлі белгілер бір-біріне жабысып қалмайды. Мысалы, бұршақтың сары болуы оның тегіз болуы керек дегенді білдірмейді. Ол сары және кедір-бұдыр болуы да мүмкін. Әр белгі өз бетінше тәуелсіз түрде тұқым қуалайды. Ал енді сіз бұл жағана бұршақ қой деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ қателесесіз. Бұл заңдар тек өсімдіктерге ғана емес, жануарларға, тіпті біздің өзімізге, яғни адамдарға да қатысты. Бұл тіршіліктің әмбебап ережелері. Мұның ең жақсы мысалы біздің қанымыздың тобы. Мысалы А және В аллельдері О аллелінің доминантты. Бірақ А мен В кездессе ешқайсысы жеңмейді. Екеуі де бірге көрініп АВ қан тобын құрайды. Бұл кодоминанттылық деп аталады. Көрдіңіз бе, Мендельдің заңдары біздің денеміздің ішінде жұмыс істеп тұр. Сонымен біз көп нәрсе білдік. Енді осының бәрін жинақтап, Мендельдің біздің әлемімізге қалдырған ұлы мұрасы туралы сөйлесейік. Бір қызығы, Мендельдің еңбегінің өз кезінде ешкім мойындамаған. Оның жаңалықтары ондаған жылдар бойы ұмыт қалды. Тек 1900 жылдар ғана ғалымдар оның жұмысын қайта ашып, оның қаншалықты маңызды екенін түсінді. Сол сәттен бастап заманауи генетика ғылымы дүниеге келді. Бүгінгі таңда оның заңдары болмаса, біз генетикалық ауруларды емдеуді, жаңа дақылдар өсіруді, тіпті эволюцияны да толық түсіне алмас едік. Сонымен соңғы сұрақ. Ойлан көріңізші. Егер сол бір монахтың бақшасындағы қарапайым асбұршақтар болмаса, біз бүгін тіршілік туралы, өзіміз туралы нені білмес едік? Ғылым қаншалықты арта қалар еді? Осы оймен сіздерді қалдырып отырып, бүгінгі саяхатымызды аяқтаймыз. Көріскенше!